Дүниежүзілік азаматтық қорғаныс күні аталып өтті. Атаулы күнге орай шымкенттіктерге төтенше жағдайлар департаментінің көлік құралдары таныстырылды. Шараға қатысушылар өздерін қызықтырған техника мен құрал жабдықтар туралы ақпарат алды. Мұндай шара айтып келмейтін апат кезінде халық пен төтеншеліктердің бірігіп жұмыс істеуіне сеп болады дейді мамандар. Халықты және аумақты қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында азаматтық қорғаныстың іс-шаралары ұйымдастырылып жүргізіледі. Ал бүгінгі іс-шараға келіп тоқталатын болсам, өздеріңіз көріп отқандағыдай Шымкент қаласындағы орталық цирктің аумағында біз ашық есік күнін ұйымдастырып өткізу үстіндеміз. Бұл жерде жедел құтқару жасағы, апаттар медициналық орталығының, біздің өзіміздің өрт сөндірушілеріміздің күш пен құралдарын, олардың қандай аспаптармен, қандай техникамен қолданатынын тұрғындар арасында кеңінен жариялап түсіндіру үстіндеміз. Алдағы уақытта бұл біздің Шымкент қаласындағы барлық өрт сөндіру бөлімдерінде ашық есік күндері өткізілді, және бұл үрдіс жұмыс өз құзырет шегінде жалғасын табатын болады. Шараға еріктілер де атсалысып жатыр. Олардың бірі Көркем Есетова. Ол жиналған халыққа түсіндірме жұмысын жүргізуде. Мен Есетова Көркем. Бүгін бізде 1 наурыз азаматтық қорғаныс күніне орай аса волонтерлық ұйымымен осы шараға өзіміздің көмегімізді тигізуге келдік. 112-ші автокөлік. Ол жақта жол апатына түскендерден барлығына алғашқы көмек көрсетеді. Медициналық және кез келген. Айта кетсек, атаулы күнге орай Жуырда шаһардағы жоғарғы оқу орнында азаматтық қорғау сыныбы ашылған еді.